Университет білім жолының бастау көзі, ал сол жолда сенің ең сенімді серігің ол кітап. Бүгін, яғни 23 сәуір ұлттық кітап күні. Үкімет қаулысымен Қазақстанда жаңа мереке ұлттық кітап күні бекітілді. Бұл рухани жаңғыруға бастар, ұлттық сананы серпілтер маңызды күн. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында озық ойлы ұлт болудың төте жолы кітап оқу деп, кітап оқудың жоғарғы мәдениетін қалыптастыруды тапсырған болатын. Бұл бастама ел болашағына салынған берік негіз. Кітап арқылы біз өткенді ұғамыз, қазіргімен үндесеміз, болашаққа бағыт аламыз. Абайдың қара сөздері, Жүсіпбек Аймауытовтың терең психологиясы, Мағжанның сыршыл лирикасы, Ғабиттің шебер прозасы бәрі де кітап арқылы ұрпақтан ұрпаққа жетті. Біз кітап арқылы білімге жол ашамыз, жаңа идеяларға қол жеткіземіз, рухани байып, дүние танымымызды кеңейтеміз. Әлішер Науаи: кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына деген екен. Шынымен де, біз кітап арқылы тек білімге ғана емес, рухани кемелдікке, терең танымға, шынайы сұлулық пен өмір мәніне жол табамыз. Ұлттық кітап күні құтты болсын. Оқы, ойлан, дамы, болашағың өз қолыңда.